құрметті оқырмандар, мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұловтың туғанына 130 жыл толуына орай қазақ халқының жанашыры тақырыбындағы портрет кешін бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Тұрар Рысқұлов 1894 жылы Жетісу облысы Верный уезінде дүниеге келген. Дулат тайпасының Шымыр руынан. Оның әкесі Рысқұл Жылқайдарұлы 19 ғасырдың 80 жылдары патша үкіметінің озбырлығына шыдамай Сырдария облысының Черней уезіне, қазіргі Түркістан облысы Түлкібас ауданы Верный уезіне қоныс аударып келген болатын. Жаңа қонысында да әділетсіздік көрген Рысқұл 1904 жылы желтоқсанда халыққа сезі батқан Самасай Үшкемпіров деген болысты атып өлтіреді. Түрмеде жатып, өш алушылардың жалғыз ұлы Тұрарға зиян тиер деп қауіптенген оны өзінің қасына алдырып, түрме баласы атанған Рысқұлов түрме үйлерін сыпырып, бастықтың атын айдап жүріп, орыс тілін үйренеді. Әкесі 10 жылға сотталып, Сахалинде жер аударылған соң Рысқұлов Қырғызбаев деген жалған фамилиямен нағашыларының қолына келіп, Меркедегі орыс тізімдік бастауыш мектебінде оқиды. 1913 жылы Рысқұлов Пішпекті бір дәрежелі ауыл шаруашылығы мектебіне қабылданып, оны 1914 жылы қазан айында бау-бақша өсіруші мамандығы бойынша бітіріп шығады. Бұл мектепті үздік бітірген оған Самара қаласындағы орта дәрежелі ауыл шаруашылығы училищесіне түсу үшін арнайы жолдама беріледі. Бірақ училищеде директоры қазақ көшпелі оған жер өңдеуді оқудың қажеті жоқ деп қабылдамай қояды. Тауы шағылып Рысқұлов 1915 жылы Ташкенттегі мұғалімдер семинариясына түсуге тырысады. Бірақ оны мұнда да баратынына деген сылтауменен қабылдамайды. Ақыры ол оқу министрлігіне арыздана жүріп, арнайы рұқсатпен емтихан тапсырады да оқуға қабылданады. Күн көру үшін оқумен қатар Ташкент қаласының іргесінде Краснодорск тәжірибе алаңында бағбан болып жұмыс істейді.